Адамзат үшін бұл әлемде көптеген қауіптер бар. Жақында біз пандемиядан аман қалсақ, бұған дейін адамдар ядролық соғыстан қорқатын, одан да ертерек тіпті ғарыштан қорқатын. Бұл қорқыныштардың барлығы технологияның дамуымен байланысты. Ал бүгін біз жаңа технологиялық ғажайыптың жасанды интеллектінің пайда болуының бастауында тұрмыз. Ол адамзатты құртады ма, әлде бұрын соңды болмаған мүмкіндіктерді ашады ма? Мұның бәрі біздің бейнеде. Жасанды интеллект анықтамасын алғаш рет 1956 жылы Дартмут университетінде американдық информатик Джон Маккарти берді. Бұл интеллектуалды машиналарды, әсіресе интеллектуалды компьютерлік бағдарламаларды құрудың ғылымы мен технологиясы деді ол. Оның түсінігінде жасанды интеллекттің ойлауы адамнан түбегейлі ерекшеленеді. Жасанды интеллект туралы ойлар адамзатты баурап алды. 1965 жылы 10 жасар бала шахмат компьютерін ұтып алғанға дейін бәрі оған үлкен болашақ туралы айтқан. Осыдан кейін жасанды интеллекттің танымалдылығы күрт төмендеп, зерттеулер толығымен дерлік тоқтатылды. 80 жылдары технология алға жылжыды. Компьютерлердің қуаттылығының артуы оларға білім жинауға және машиналық оқыту негізінде өз тәжірибелерінен ләззат алуға мүмкіндік берді. Адам деректерді компьютерге тікелей енгізеді және 1997 жылы компьютер шахматтан әлем чемпионын жеңеді. Біздің заманымызда айтарлықтай дамып келе жатқан алғашқы чатботтар пайда болды. 2010 жылдан бастап жасанды интеллект қайта жанданды. Ол адамның сөйлесуін еркін түрде түсіне бастайды және сөйлесе алады. Суреттерді өзі ажыратып, көлік жүргізе алады. Адамдарға математикалық теоремаларды дәлелдеуге көмектеседі. Суреттер мен сюжеттер жасайды. Өзін-өзі оқытатын интеллектуалды жүйелер іс жүзінде барлық салаларда, әсіресе өнеркәсіпте, банкте, сақтандыруда, денсаулық сақтауда және қорғаныста кеңінен қолданылады. Бірақ болашақ жасанды интеллектпен бірге бұлтсыз ба? Қазіргі заманның негізгі IT сарапшыларының бірі машиналық интеллектті зерттеу институтының негізін қалаушы Элиезер Ютковский жасанды интеллекттің дамуы адамзаттың өліміне әкеледі деп мәлімдейді. Адамнан тыс жасанды интеллект адамдарға да, жалпы интеллектуалды өмірге де мән бермейді. Немқұрайлы нейрондар өздеріне беймәлім эмоцияларды емес, машинаны адам денесінен өз мақсаттар үшін пайдалануға итермелейтін қажеттіліктерін басшылыққа алады, дейді Элиезер. Оның ойынша, жасанды интеллекттің зерттеулерін 30 жылға тоқтату керек. Содан кейін адамзат жасанды интеллекттің шабуылына дайын болады. Бұл пікірді Илон Маск қолдайды. Қазіргі заманғы жасанды интеллект жүйелері негізгі міндеттерді шешуде бәсекеге қабілетті болып келеді. Біздің өркениетімізді бақылауды жоғалту қаупі бар ма? Ұлы ғалымдарды елдердің басшылары да тыңдайды. Жаңа өмір салтының контурлары қазірдің өзінде көрінеді. Оның пайдалы да қауіпті де аспектілері бар. Олар елеулі қауіп төндіруі мүмкін деп түсіндірді Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Сонымен біздің болашағымыз қандай болады? Бұл жасанды интеллектті бағындыра аламыз ба? Немесе оны жоямыз ба? Бұл сұрақтың жауабын біз болашақта ғана білеміз.